Сәлем баршаңызға. Бүгін біз сіздермен осындай дәмді чебуректер дайындайтын боламыз. Бұл рецептпен өте мол болып шығады. Осындай дайындайтын боламыз. Дәмді чебуректер. Ол үшін бізге ыдысымызға 200 мл сүтімізді құямыз. Суымызды құямыз 100 мг. Және 50 мг сұйық май қосамыз. Тұзымызды қосып, араластырамыз. Және ұн салып, қамыр илейтін боламыз. Қолымызбен қамыр илеп аламыз. Менде бұл жерде 2 кеседей ұн кетті. Қайта-қайта илеп, қамырымызды илеп аламыз. Міне осындай жылтыр қамыр болу керек. Және кішкене уақытқа тындырып қоямыз. 4 бөлікке бөліп аламыз. Осылай домалақтап шығамыз. Және салмасына қайнатылған картоп және ерітілген сары майды қостым. Тұз, бұрыш салып араластырамыз. Салмасына сіздер етпен жасауға да болады. Менде бұл жолы картоппен жасадым. Және қамырымызды жайып шығамыз. Осылай жайып аламыз. Жұқалап жаямыз, қыздар. Және осылай 4 бөлікке бөліп аламыз. Кесіп аламыз. Бірде пішіндерге келтіріп, кесіп шығамыз. Картошкамызды саламыз қасықпен. Жайғастырып шығамыз. Және шет-шетін әдемі болып көріну үшін осылай вилкамен басып шығамыз. Барлығында осылай түйіп шығамыз. Және қызып тұрған майымызда пісіретін боламыз. Екі бетін қызартып пісіріп аламыз. Бізде осылай пузырькилер шығып, хрустящий болып, дәмді чебурек болады. Бұл рецептпен өте мол шығады, қыздар. Осылай екі бетін қызартып пісіріп аламыз. Осындай дәмді чебуректер дайын болды.